Құрметті оқушылар, қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Жанды табиғат бөлімі бойынша бүгінгі өтетін тақырыбымыз Сапарғали Бегалиннің Есеннің кірпісі. Бұл тақырыпта сіздер шығарманың тақырыбын, бөліктерін табатын боласыздар, негізгі ойды анықтайсыздар, оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмаларды орындап, тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіресіңдер. Ал балалар, мына жұмбақты шешіп көрейікші. Санай алмай шаршадым, найзасы бар қаншамын, батыр емес бірақта, қашып жүрер жырақта. Әрине бұл кірпі шешу, дұрыс таптыңдар. Ал енді бүгінгі мәтіннің авторымен танысайық. Ол балалар Сапарғали Ысқақұлы Бегалин 24 қарашада 1895 жылы Шығыс Қазақстан облысында Абай ауданында дүниеге келіпті. Ал 1983 жылы ол кісі өмірден өтіпті. Осы жылдар арасында ол қазақ балалар әдебиетінің негізін қалаушының бірі болған. 1915 жылы Семей қаласындағы орыс, қырғыз, қазақ училищесін бітірген. 1929-35 жылдары Дегелең облыстық атқару комитетінің төрағасы болып, Қарқаралы уездік атқару комитетінің мүшесі болған. Бөлім меңгерушісінің орынбасары, аудандық халық судьясы болды. Қазақ егіншілік халық комиссариатында Түрксіб басқармасына жауапты жұмыстар атқарған. 1935-56 жылдары Теміржолшы газетінде, ал Қазақ КСР ғылым академиясының тіл және әдебиет институтында Қазақстан жазушылар одағында қызмет еткен екен. Енді балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымызды танысайық. Оқулықтарыңыздың 9-шы бетін ашып, Есеннің кірпісі деген әңгімені оқуға кірісеміз. Қазір балалар, мен сіздерге дауыстап оқимын, ал сіздер болса мұқият тыңдап отырыңыздар. Сонан соң тақырыппен жұмыс жасаймыз. Есен үйінің айналасында зәулім ағашы көп, бірінде алма, бірінде алмұрт, тағы біреуінде моншақтай қызыл шие, уылжыған өріктер өсіп тұр. Ағаштардың арасында қызғылт бүлдіргендер де жасыл жапырақ арасына қылтиып бой көрсетеді. Есеннің аса бір күтетіні өзі егіп өсірген гүлден тіккен шатыр сияқты дөңгелене өскен шоқ ағаш. Оның ішінде қабы екеуі үйінен тартылған электр сымына шам орнатты. Түнде оны жағып, екеуі сабаққа дайындалады. Есеннің асыранды кірпісі электр шамы жанған кезде ағаштардың арасынан шығып, жаздық күркедегі кереуеттің астына кіріп кетеді. Ол кереует астынан шығып, қараңғы түнде жайланған электр жарығына тапсырғандай, таңырқанғандай, кішкене тұмсығын шығарып, қарап тұрады да қайтадан жиырылып қалады. Есеннің кірпім деген дауысы шыққанда тұмсығын шығарып, азығын іздейді. Есен оның азығын күні бұрын дайындап қойып, үнемі оның қимылын бақылайды. Есен кереуеттің бас жағында тұрған мандолинасын алып тартты. Мандолинаның дыбысы түнгі тынық кеште өте ашық әдемі еді. Біраздан соң кірпі домаланып, кереует астынан шықты да дыбысты аңғарып, тура Есеннің алдына келді. Сөйтті де әуенді анық тыңдағысы келгендей тұмсығын сәл көтеріп аз тұрды. Кітап оқып отырған Қабыл басын көтергенде, мына кірпінің тыңдап тұрғанын қарашы, әуен ырғағын сезеді өзі, деді күлімсіреп. Ал енді балалар, жаңағы шығарма бөліктерге бөліп көрейікші. Есеннің ауласында нелер өсіп тұршы еді? Есеннің ауласында түрлі жеміс ағаштары бар екен. Сонан соң Есеннің өзінің асыранды кірпісі бар екен. Сол кірпі не тыңдады? Есеннің әдемі мандолина тартқан әуенін тыңдапты. Өйстіп шығарманы 3 бөлікке бөлеміз. Енді мәтіннің негізгі ойын анықтайық. Ойланып көріңіздер. Мәтіндегі негізгі ой табиғатты аялап, жан-жануарларға қамқорлық жасау, олармен тілдесу, дұрыс айтасыздар. Ал енді ойланайық, Есен кірпісі қандай азық дайындап қояды деп ойлайсың?
өздерің балалар кіріп асырап көрдіңдер ме? Қандай азық беріп беретіндер асыраған болсаңдар? Мысалы мен кірпіге сүт пен нан берем, немесе сәбіз, немесе 40 қабат берем. Ал сіздер ше, ойланыңыздар. Енді балалар, осы тақырыпты біз мынадай тапсырмалар арқылы орындайық. Мәтіннің бірінші тапсырма сіздерге. Мәтіннің тақырыбын және идеясын кірпілердің суретіне жазамыз. Бірінші кірпіге мәтіннің тақырыбын жазасыздар. Келесі кірпіге мәтіннің идеясы. Ал соңғы кірпіге мәтінде қандай кейіпкерлер болған. Ол үшін балалар оқулықты ашып, қарап, ойланыңыздар. Тақырыбы қандай еді? Иә, тақырыбын айтамыз. Иә, тақырыбы Есеннің кірпісі. Ал оның идеясы Есеннің табиғатқа деген қамқорлығы, жан-жануарларға деген мейірімділігі. Ал кейіпкерлері Есен және досы Қаби және өзін асыраған кірпісі. Бұл кейіпкерлері болады. Тамаша. Мәтіндегі негізгі ойды анықтап жаз алдыңдар. Ал енді жеке тапсырма беремін. Мәтін тақырыбына қатысты 2 сұрақ құрастырасыңдар. Әңгімеден табиғатта суреттелген жолдарды тауып оқисыңдар. Осы үзінді бойынша қандай сурет салар едің, ойланасыңдар. Ойланып, өздеріңіз осы мәтінге лайықты сурет саласыздар. Әуен тыңдаған кірпі туралы не айтуға болады? Осыған ұқсас әңгімелеріңді, көрген оқиғаларыңды болса, ой бөлісесіздер тұстастарыңызбен. Міне осы тапсырманы әр оқушы өзі орындайды деп ойлаймын. Орындай алады деп сенемін. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай отырып, мына көңіл күй байланыс бере қойыңыздар маған. Өз көңіл күйлеріңізді белгілеңіздер. Бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңыздар?